Мен Балтабаева Аружан, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай менің елім тақырыбына мен репортермін сырттай республикалық байқауына бақ сынамақшымын. Менің елім, туған жер деген кішкентай ғана сөзде қаншама мағына, қаншама ой жатыр десеңші. Әр адамға өзінің туған жері ыстық және оны әркім қалай түсінеді. Ал мен үшін туған жер ұғымы кіндік қаным тамған жер. Менің әлпештеген анам, аялап өсірген әкем, жолдастарым, ұстаздарым дүниеге келген жер. Туған жер киелі ұғым. Менің туған елім отаным, тәуелсіз, гүлденген, хош иісті, көңілді, жарқыраған, талантты Қазақстан. Біздің ата-бабаларымыз ұлан-ғайыр жерді бізге аманат етіп қалдырды. Отан оттан да ыстық деп жатамыз. Сондықтан әр пенде отан үшін жанын беруге дайын болуы тиіс. Әр қазақ азаматтарының әскери борышын өтеу арқылы отанға деген құрметті, құштарлығын, кез келген уақытта отан үшін жанын беруге дайын екенін көруге болады. Қазақстанның кең даласындай байтақ дала еш жерде жоқ шығар. Отанның алтын есігін деп дана халқымыз тектен-текке айтпаған. Өз отанын сүю, өз ана тілін ардақтау әрбір азаматтың бірінші міндеті. Халқымыздың басына небір қиындық сәттер келмеді десеңші. Ата-бабаларымыз елімізді сыртқы жаудан қорғай білген, бізге аманат етіп қалдырған. Өз елімнің дамуына теңізге тамған тамшыдай болса да үлесімді қосамын деп ойлаймын. Сондықтан да ойымды туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деген мақалмен тәмамдағым келеді.